Балалар планшет тәртібін сақтап есептейді. Бесінші тапсырмада көрсетемін. Болатта 800 теңге бар, ал ол 245 теңгеден үш ертегілер кітабын сатып алды. Болатта қанша теңге алды? Ол үшін Болатта 800 теңге бар. Болатта 800 тг бар. 245 теңгеден үш ертегілер К.С.А. қалды. Қанша теңге қалды? Тапсырма, 6-шы тапсырма. Балалар, 3-ші тапсырма. Бұл жерде бізде есептерді салыстырамыз. Қазір сіздерге сол қаламмен салыстырып көрсетемін. Балалар, бізде 3-ші тапсырма. Салыстырды осылай міне. 450 бөлу 3 тең 150, 920 бөлу 4 тең 230. Сонда бізде 230 көп. Келесі 690 бөлу 3 тең 230. 150 бөлу 5 тең бізде 150 бөлу 5 150 дейді балалар. 150 дейді. Сонда бізде 230 көп. Келесі 990 бөлу 9 тең 110. 990 бөлу 3 тең 330. 800, сонда бізде 330 көп. 840 бөлу 2 тең 420. 840 бөлу 4 тең 210. Сонда 420 көп. Келесі 360 бөлу 2 тең 180. 360 бөлу 3 тең 120. 90 бөлу 5 тең 18. 90 бөлу 2 тең 45. Бұл жерде бізде 360-та 180, ал 160 бөлу 3 тең 120. Сонда бізде 180 көп. 90 бөлу 5 тең 18. 90 бөлу 2 тең 45. Сонда бізде 45 көп. Сонда екіншісі бізде көп. Алғанда балалар, сіздерге үй жұмысын айтып кетейін. Үй жұмысы бізде 7 мен 8 үй жұмысына беремін. Сау болыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.